Сәлем оқырман. Жақсы таныстық болып жатқан жайы бар еді Ноян мен Ақмаралдың арасында. Бір жақсы жұп шығатындай бар еді негізінде. Бірақ таныстық ақыры тоқтады. Ноянның деген Ақмаралға көңілін қатты аудармағаны әсер етті. Қыздың ойынша жігіт қатты ұнатып келмегін, жай әшейін келе салған деп ойлайтынын айтты. Жобаға тек өзін көрсету мақсатында болған ойын айтты. Қалай ойлайсыздар, Ноян жобаға не үшін келді? Ал Ноянға болса қыздық мінезі ұнамағанын баяндады. Таныстық тоқтағанына екеуі де риза болды. Және Ақмаралдың бір айтқаны Иззат Нояннан да шынайы келген көрінеді. Себебі ешқандай бір Ноянның талпынғанын көрмегенін айтқан болатын. Кетерде ешқандай жанжал ұрыс болмады, тыныш аяқталды. Ноян қоштасу гүлін табыстаған еді, қолын беріп. Бірақ қыз қолында алмай, бір сыйластық көрсетпей кетті. Сізде қандай ой бар, жаза кетіңіздер. Сыйластық дегеннен жұрдай қыз ғой, ұнайтын қыз сияқты қылығы жоқ. Микрофонмен айғайлаганнан басқа дым білмейді ғой. Ноян осы сауатсыз, бейбастақ қызбен басынды қатырып қайтесін. Тез кет кәпірден, ол тәртіпсіз, аташ ауыз. Көп бетімен сөйлейтін нашар қатысушы. Оған гүл беріп не керек, не заслуживает. Я Ақмаралды мына жігітің анасы көріп шошыған шығар. Қандай ұрысқа қыз аузы жабылмай. Ақмарал ужас, мынаны қайтарындаршы. Өз қаласына. Сол жақта жүре берсін. Ужас, мынау енді ұят. Ноян алда жылда бір шығып ет, эфирге жер қылдың ғой еркекті. Қыз болсайшы құдай ау. Әке шешесі баспайма, дауыс деген анау. Тәрбие мынау. Жәл просто, Ноянға уақыты жәл дейді көрермен.